жігіттері сау. Өздерінде отталау, бір-бір қылға бір-бір дау. Біздің жігіттер қандай, біздің жігіттері сау. Өздерінде отталау, бір-бір қылға бір-бір дау. Біздің жігіттер қандай, біздің жігіттері сау. Азат балам, осылай күнде жатыр жарай ма? Бір аптадан кейін келем, тағы да тренировка жасаймыз. Ұқтың ба? Ұқтың ба? Болды, әкелесің. Ай, молодец, Азат. Батырым менің. Қайда кеттің тағы да? Ту айттым ғой жұмысқа. Не жұмыс ол? Ақшасын тауып жатыр. Какая разница? Сонда сен не? Қаншама жылдар бокспен көшеде төбелесу үшін айналыстың ба? Батя, қойшы, а? Көше қача мені бағалайды. Тоқта, Атабай. Тоқта! Асық тұрмын, батя, қойшы. Балам, жүр, үйге кіреміз. Папа қайда кетті? Жұмысқа кетті. Қарның ашқан болар. Апаң саған бауырсақ пісіріп қойды, білесің бе? Жүр, кет. Құда, қызым мен немеремді алып кетем. Ауылда қалмайды. Пап, мен ешқандай... Тыныш. Немерең өз ханым. Алып қалам десең мен қарсы емеспін. Бергелей. Азат, oldu балам. Жаңа жығылғаның жетпеді ме не? Ой, ештеңе етпейді, ата үйретіп алайық та. Одан әрі аса үркек қылып жібересің балам. Жылқыға да адамға қалай қарым-қатынас жасайсың, қалай ілтипат көрсетесің, ықылас білдіресің, ниет тура солай керек, қарағым. Мынаған бәрі. Әй, беруге қимайсың. Жақсы жылқы. Кімге бермекшісің? Серікке қайта-қайта келгіштеп мазаны алып жүрген жоқ қой, қарағым. Анау жоғалған жылқылардың орнын толтыруымыз керек қой. Ол жоғалған жоқ, қорлап кетті олар. Қайта серікке көмектеспей ме іздестіріп бізге? Енді ол да іздесіп жүр ғой. Бірақ сенім артып бізге тапсырғаннан кейін амал қанша? Бірдеңе орын толтыруымыз керек. Анау жерді... Не жерді? Жарайды, көрерміз. Орнына бар, кіргіз. Сөйт, қарағым. Слушай. Опа-на. Çay içtin?
восточный жай ма? Әлде свиданияға шақырдым? Қайдағы свидание, мам? Қайдағы свидание? Жебол, көзің жайнап кетті ғой. Кімнің көзі? Қызымыздың көзі. Азат келді ме? Ә? Пап, сіз бастамаңызшы, хотя бы. Жарайды. Сабыржан, тамақ ішесің ба? Не дейсің? Тамақ ішесің ба деймін? Жоқ, өздері іше берді. Пап, осы ғана ма? Иә. Балам, Ау. есігін дұрыстап жаптың ба? Иә. Астын байладың ба? Байладым, ата. Байқа, босап кетіп айналасын бычытқып бүлдіріп жүрмесін қарағым. Ой, ата күнде істеп жүрген нәрсе ғой, неге айта бересіз ғой. Бір нәрсені қайталап айта бересіз. Кел, ыстықтан шайыңды ішіп ал. Не болатын болды өзі? Үйренетін болды ма? Қайдағы? Қарсақ, бас беретін емес. Мына балаң аттың тұяғының астында қала жүздеді. Құдай-ау, не дейді? Мерт болсаң қайтесің, балам, ауа байламайсың ба? Үйренеді, апа. Қайда барады? Бәрі дұрыс. Ой, бәрі дұрыс дейсіңдер де. Байқа. Ема, қарныш жип. Ема. Ана Куба емес па? Не істеп жүр біздің ауылда? Осы Азат братан төбелеске алып кетейін деп отқан жоқ па? Қумаш ол ешқайда қатысқан жоқ қой. Сен оның төбелескенін көрдің ба? Өткенде бір көкпар ұйықтатып тастады ғой. Салам алейкум. Уағалейкум сәлам. Амансыңдар ма, балалар? Әне, сөйлесер. Ассалаумағалейкум. Жақсы ма? Иә. Сол ата, сөйлесуге келдік. Азат балам, осы төңіректегі ауылдардың бәрін шарлап шықты. Бірақ жылқыларды көрдім деген бір жан жоқ. Шал сонымен не? Жылқылар жоқ деп айтпақшысың ба? По времени очерн. Айта беріңіз. Енді қарағым, кішкене бір мүмкіншілік берсеңдер, бұйырса жылқы табылады. Шал, бердің да. Не деп құлақтан іліп отырсың? Тексіз. Мен сенің әкеңнің әкесіндей адаммын. Черный, иди возле машины постой, степенись, я сам здесь переговорю. Кешіріңіз ата, айта беріңіз. Менің ойымша, жылқыны мына қырдың күнгей бетінде жүргенде қолды қылған. Сол адамдарды іздестіріп жатырмыз. Участковый бар, ауыл-ауылдың мені танитын азаматтары бар. Ата, вы меня тоже поймите. Я к этой байге очень долго готовился. Здесь даже времени не получилось подготовиться. Оны білем ғой сәрқыр. Ал егер таппасақ, онда орнын басқада жауға тұрсын. Бля, бана шалды үлгересін отырып, көп нәрі біліп, жүрсен шешіп Серік, таста қолыңдағына. Пап, бросил. Ата. Таста қолыңдағына. Ата! Қасым! Ата! Брата, мен. Ата! Қасым! Құдай-ау, не болып кеттесі? Апа, билікке звондаңыз сіз. Не істедің? Жай ештеңке. Жай сұрақ қойдық болды. Телефон! Қасым, өтір. Қанша беру керек жылқылардың үшін? Что, заплатить можешь? Алшы мен жылқыларымды. Зачем мне твое мясо? Отцовскую землю на меня перепиши и все. Бермеймін мен саған жер, түсіндің ба? Тогда 3 месяца тебе 15 лямов поставишь. Усек? Кечаки. Ата, кассу алып көрейінші мен. Боевичок! Время пошло. Через 3 месяца бабок не будет. Будем по-другому базарить.
Не болды, апа? Алмай жатыр ғой. Ата, ояныңыз, көтеріңіз, көтер. Кей көтер. Ала берік. Көке, қалай жібере салдыңыз? Қызықсың, неде ұстаймын оларды? Құдайым-ай. Апа, уайымдамаңыз. Барлығы дұрыс болады. Тек көбірек демалып жатса, жазақ жазылып кетеді. Зат. Қою керек қой. Сіз стресс қой ол кісіде. Егер тағы да қайталанатын болса, онда жағдай қиын. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы балам. Апа, телефонды білесіз, хабарласасыз. Хабарласамыз. Жақсы, жақсы. Рахмет айналайын. Рахмет. Жақсы. Ай, Азатжан, атаң сені осылай төбелессін деп тәрбиеледі ме? Апай, мен не істеймін? Дігенден қыз қойып қарап тұрам ба беттеріңіз ғой? Бұл сабыр етсеңші. Мына бір жолға бәрімізді өлтіретін болды ғой тек. Балам, бірден айтсаң осы. Ай, Сәлем. Қайда барамыз? қайда барғанда, ай, мен келгенше атам мен апаға қарай тұрмасың ба? Қараймын ғой, бірақ неге мен келгенше түсінбедім. Қалаға кетем. Қалаға. Ақша тауып, қарыздардан құтылу керек болып тұр. Бірақ ауылға қайтып келем. Ойымда башы. Жарайды. Жақсы. Сен бірінші маған жақсы шоу көрсет. Сосын сөйлесеміз. Давай. Қазіргі кездің баястері проститутка сияқты нақ. Ақша төлесең ғана жұмыс жасайды. Не болды? Сол жерден келе жатырмыз қазір. Сәл чуть непонятка болып кетті. Мыналардың ағымдарын шығарып жіберіпті ғой. Есть чуть-чуть покоцали. Да там в ауле, блин, жизнь замерзла. Люди злые какие-то. Молодежь отморозки. Толком даже нагрубить-то не успели. Просто начали разговор там. То, все. Анау-мынау сиыр зал хотели, блин, поинтересоваться. Жарайды, қойшы болды. Сен ауылдың смотрящий едің ғой. Не болды? Не ғой, братан? Не ғой? Солай болып қалды, нежданчик болып қалды. Ана отморозов арттан келіп нежданчик. Спачышка соғып жүрді. Қалай? Спачышка соғып жүрді. Пачышка? Былай ма? Сука. Блядь, ончих бандиттер нахуй, ёб твою мать, блядь. Тақырбас, алып кет ананы. Не болды? Да там этот внук нарисовался. Обезбашенный. В общем, бабки, говорит, поставлю вместо земли.
Серік, мен сенен, блядь, ақша сұрадым ба нахуй? А? Жоқ. Ақша сұрадым ба деме? Да? Жоқ. Маған жер керек. Блядь, жер керек маған нахуй! Жер, блядь, сука! Да поставлю я эту землю, блядь. Дай время просто. Дұрыстап жұмыс жасасаңдаршы. Түсіндім. Твою мать. Қалаға кеттім, апа. Қалаға дейді? Сенің қалаға кететініңді атаң білсе, ренжиді ғой балам. Білем ренжитін, бірақ амал қанша. Жұмыс тауып, ақша тауып, ана қарыздардан құтылмасам, болмайды сияқты. Қайтып келем сосын. Жыламаңызшы енді. Жарайды. Сен отыра тұршы, мен қазір келем. Апа, бірдеңе салам деп әуре болмай қойшы. Отыра тұр. Мінеке. Бұл не? Қазір тоқта. Мен тауып қайда. Кетті. Міне. Міне. Қонақбай дейді. Иә, бұл әкеңнің досы. Бірге жұмыс істейін. Атабай қайтыс болғанда келген болатын. Жақсы адам сияқты. Қалаға келгенде хабарласыңдар деген. Керек болып қалар болады. Балапаным мүмкін бармай-ақ қоярсың, а? Апа, мен соғысқа кетіп бармын. Келем. Жұмыс тауып болайын. Ай, ана бауырсақ Жоқ. нелерден салып берейін де. Жолда жейсің ғой, балам, қарның ашады ғой енді. Жетіп алған, алым бол. Қарның ашып қалмасын енді, балам. Қарай басып тұралайық қойып. Бір Құдайға тапсырдым. Ассалаумағалейкум. Қалаға ма? Ашып беріңіз. Аз жіберіңіз. Есім ауысы, оншылымды тауысы, жүрек жұлқыны, көкті түнді жұтты. Жын ұрғандай мені, жоғалғандай сенім, ауа жетпегенде тарылады демін. Бір түрлі күйге енемін.
Алақай. Папаң қайда? Папам алысқа кетіп қалған, келмейді. Үйде кім бар енді? Анам бар. Шақыршы. Мама! Ой, не болды? Бір ағай кеп тұр. Қандай ағай? Жақыл дейді. Саламатсыз ба? Қонақбай деген кісі осы жерде тұра ма? Кім? Қонақбай. Тұрмайды бұл жерде. Маған осы жерде тұрады деп айтып еді. Тұрмайды, барыңыз. Бар. Тұрмайды, жоқ. Жақсы. Кір ішке, кір, не істеп жүрсің? Алма самокатыңды. Қанша айтамын мен сендерге, бөтен адамдармен сөйлеспеңдер деп. Ұрлап кетеді ғой самокатыңды. Кір тез, айлан ал қолына. Бол. Не мынау үстің бәрі? Не істеп жүрсің, сыртта кір бол. Көке, ассалаумағалейкум. Не? Кешіріңіз, өйст жібердім ма? Колхозник, атаң басын үйіп сылдатасың бе? Сәлем жаздың ғой. Көке, мына жақын маңайда арзан қонақ үй бар ма? Жоқ. Ақшаңыз берем. Бес мың. Өзім тоғын ғой. Рахмет. Идиот. Бауыр, жақын жерде арзан гостиница бар ма? Гостиница ма? Бұл жерде жоқ дейін. Орталыққа барсай. Жарайды, рахмет. Келістік. Отыр. Былай өтесің, ана жерде арка бар. Арканың өтесің, гостиница. Басқа жер жоқ па? Сен өзің арзан гостиница керек дедің. Жарайды, рахмет. Куда идешь, что, смотришь, что ли? Өлдің ғой, сорлы. Идиот. Қара көзі. Өзгереме бұл әлем қатындар. Артта қалған армандарым ой. Мен жастарға сенем. Не істейтінімді, ақшаны қайдан табатынымды да білмеймін. Бас саналардан құтылсам болды. Ары қарай көргіңіз келетін болса, ТВ+ Қазақ Телекомнан қалғанын көре аласыздар. Сілтеме төменде. Welcome to Алматы, братишка. Саламатсыз ба, мен сіз көрсеткен жерге келіп тұрмын, бірақ кіретін жерін таба алмай тұрмын. Сюда. А чё нам мамканы емшегі неметін уақыт болма, гусь? Жалпан нахуй.
Давай, на выход, давай. Доставкамен 3 айда 15 миллион таба алмайсың. Ақша керек көке. Нам всем нужны бабки. Обычного парня, обычного доставщика. Ағама бұйырмаған жастарға мен де сенемін. Бағалап иман отан бағалайм алла дегенін. Бір тұтып сейфулана түртеді байыр қойды. Арбаны сүйрересек білімді болмай-ақ қойдым. Қылығы былығындай ғұрпынан айрылған ел. Құрлығын байбір нығмет, ғұмырын қайғы мұң беді. Былтырғы партиялар ұрпақты жетілеген. Иітіп шыққан иман оты отанын мекендемеді. Солардан туған ұрпақ ойнасын нормалаған. Жүргенде майданда біз отбасын бомбалаған. Олыма сенімді артам, абай бол жолда балам. Пенде ойынды қайтесің, арбауда қалғанаған. Өмірде ұрлық бітпейді, ұрлығы ұлыма дейді. Құл бейтін әдемірлейді, қыл көпірді темденбейді. Әндетер бұлын бір кейбі әдебиетті бүлдірмейтін. Аман болсын енді нелер тура жолды үндейтін. Ақ қара көз